Қараша айының 8-і кешкілік азық-түлік дүкенінен үйіне оралған 32 жастағы Наталья Никитина кісі қолынан қаза тапты. Дереккөздерге сүйенсек, көп қабатты тұрғын үйдің жедел сатысында көңілдесін азаматтық әйелінен қызғанған 37 жастағы келіншек Натальяны 60 жерден пышақтап, азаптап өлтірген. Бұл жаңалық әлеуметтік желіде тез тарады. Оған себеп кісі қолынан қаза тапқан Теміртау қаласының тұрғыны, ауыр атлет жаттықтырушысы атақты Аркадий Иванович Никитиннің қызы. Мы ничего не знали, ничего не слышали. Біз ештеңе білген де жоқпыз. Кешкі сағат 21:00 шамасында полиция қызметкерлері келіп, түсініктеме алған уақытта хабардар болдық. Әрине, жанымыз ашыды, мұңайдық. Жап-жас өрімдей қызға обал болды. Мұны істеген адам қайткен күнде жауапқа тартылу қажет деп ойлаймын. Жазасыз қалмауы керек. Алғашында күдікті ретінде марқұм Натальяның күйеуі ұсталған. Күдіктінің бауыры қылмысқа қатысы жоқ екенін дәлелдегеннен кейін босатылды. Кейіннен марқұмның 37 жастағы көршісінің қолынан қаза тапқаны анықталды. Азаматша 12 қараша күні қамауға алынды. Күдікті көңілдесін әйелінен қызғанғаннан кейін мұндай жағдайға барғанын айтқан. Аталған факт полицияда тіркеліп тиісті сараптамалар тағайындалды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 9 айлық баласы бар күдікті бүгінгі таңда уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Бүгінде адамды өлтіру дерегі бойынша қылмыстық кодекстің 1 бөлігінің 99 бабына сәйкес сотқа дейінгі терге-тексеру амалдары жүргізілуде. Бұл туралы Қарағанды облысының Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлады.